30 дыбысты қалай пайдаланады? Сабақта. Жануарлардың не үшін дыбыс шығаратынын білесің? 1. Жауап бер. Балық аулау кезінде неліктен шуламау керек? Неліктен масаның ызыңын қасымызға жақын ұшып келгенде ғана естиміз? Тоқылдақтың дыбысы неге ағаштың кез келген жағынан естіледі? 2. Салыстыр. Арыстан мен саршұнақтың дауыстарының қандай айырмашылығы бар? Суреттегі жануарлардың дыбысын бір-бірімен салыстыр. Суреттегі жазулар: әб жылан, арыстан, дельфин, құр, саршұнақ, бұлбұл. 3. Талда. Елік, Қазақстан даласын мекендейтін өте жүйрік жануар. Неліктен оның құлағы өте үлкен әрі қозғалғыш болады? Жануарлардың көбі адам ести алмайтын дыбыстарды естиді. Мысалы, циркте аң үйретуші тек иттер ғана еститін ысқырықты пайдаланады. Неліктен? Ойыңды түсіндір. Зертте. Жануарлар қай уақытта және не үшін дыбыстайды? Суреттегі қиынды қағаздардағы сөздер шықылықтайды, мөңірейді, өз мекенін қорғайды, қауіп туралы белгі береді, үреді. Жануарлар түрлі дыбыс шығарады. Арыстан басқа жануарлар жақындаса, өз аумағы екенін ескертіп, дыбыс шығарады. Арыстанның ақырған дауысы бірнеше шақырымға дейін таралып, бір сәтке маңай тым-тырыс болады. Арыстан тәрізді ірі аңдар тек қатты дыбыс шығарады деп ойлау қате. Мысалы, жолбарыс та ақырады. Сонымен қатар ол пырылдайды, пысылдайды, мияулайды, кейде жөтелге ұқсас дыбыста шығарады. Сонда оның ақырғаны қашыққа естілсе, бәсең дыбысы жақын маңайға ғана естіледі. Жануарлар дыбысты қарым-қатынас құралы ретінде пайдаланады. Саршұнақ қауіп сезсе, шақылдап, маңайына хабар береді. Жануарлардың дыбысты қабылдауы да әрқалай дамыған. Дегенмен аңдардың көбі үнемі қозғалып тұратын құлағы арқылы жан-жақтағы өте әлсіз, естілер-естілмес дыбысқа дейін естиді. Дыбысты шығаруы да, естуі де жануардың қауіпсіздігі үшін өте маңызды. Сен білесің бе? Көк киттер бір-бірімен дыбыс шығару арқылы сөйлеседі. Олар бірін-бірі 1600 км-ден астам қашықтықтан естиді, ал дыбысының қаттылығы реактивті ұшақтың дыбысынан да күшті болады. Есте сақта. Дыбыстың қаттылығы арақашықтыққа байланысты болады. Төмен дыбыс жоғары дыбысқа қарағанда алысқа жақсы жетеді.